Бәріне сәлем достар. Бүгін біз Есентай молдағы Pinterest стиліндегі үйді көреміз. Каналға жазылуды ұмытпаңыз. Сонымен қатар меломенді аралайтын боламыз. Кеттік. Бұл екінші этажы. Мына жерде косметика сатылады. Оның қасында екінші тұрған бұл Elements деген Pinterest стиліндегі үй жиһаздары, әртүрлі дизайндық элементтер. Ішінен барлық необычный заттарды көруіңізге болады. Суреттен ғана көретін заттарды осы жерден көрсеңіз болады. Обычный заттар жоқ бұл жерде. Барлығы необычный. Мына креслоның өздері басқа стильде жасалған. Виллада тұратын болсаңыз, күшті. Мына орындыққа отырып көрдім, өте күшті екен. Жайлы, бағасы қанша миллион деп ойлайсыз? 3,5 миллион. Күшті. Бір машинаға отырасың. Мынау холлы. Іші кең. Мына жақта Apple компаниясының бутиктері. Негізі бұл Есентай молда әртүрлі мероприятиялар болып тұрады. Үнемі келсеңіз әншілермен кездесуде болып жатады. Бұл жер негізі миллионерлердің ортасы. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сізге осы күшті заттарды көрсететін боламын. Алматыда болмасаңыз да Алматыда жүргендей боласыз. Ары қарай жоғары шықтық. Бұл 3-ші этажы. Бұл жақта әлемдік брендтің бәрі бар. Samsonite деген. Пинко әлемдік бренд. Бағалар енді баға. Жай нені көрмейсіз. Бір көйлектің өзін 3,5 миллионға алып киіп жүресіз. Мына 3-ші этажда спорт тауарларының брендовый магазины, бутигі. Бағалары енді әдемі екен. Сыртынан қараудың өзі. Көрдік. Ары қарай біз кеттік. Бұл жерден одан да бізге өзіміз жақсы көретін кітаптардың отанына барайық деп шештік. Ол жер бәріңіз білетін Меломан. Меломанда неше түрлі жаңа новинка кітаптар келген шығар, соны көреміз. Бұл Есентай молдың іші үнемі кең, адамдар үнемі аз болады. Сондықтан еркін видеоңызды да түсіріп жүре бересіз. Алматыда негізі көп адам бұл Есентайдың ішіне кіруге, бағаларын көруге, жүректері дауаламайды. Сонда да негізі маған седа кеп жүргеннен кейін маған аса не емес, бірақ әлі миллион теңгелік алып көрмедім. Көйлектер. Аяқ киімнің өзі 1,5 миллион, сондай. Мына жерде мен очкимді киіп алдым. Очки кисең типа крутой көрінесің. Ары қарай бұл холлы. Кеттік. Ары қарай түсірейік деп Меломанға. Кеттік, бізбен бірге жүріңіз. Мұнан сыртынан айтқан дұрыс сияқты деп ойладым. Мына жерде онша дұрыс айтпаппын. Меломанда қолыңыз бос кезде келіп, кітаптарды оқып, жаңа білім алып қайтсаңыз болады. Бұл жерде ешкім сізге не істеп отырсың деген сұрақ қойылмайды. Келіп, қалаған кітабыңызды оқып, сатып алмаяқта көріп кетсеңіз болады. Мына жерде әлемдік брендтердің кітаптары бар екен. Қарадық, барлық бутиктердің кітабы тұр екен. Бағасы 52 мың. Историясы жазылған ау деймін. Көрмедік, сонымен ары қарай қойып кеттік. Негізі мен қазақша мотивационный кітаптар, психология тақырыбында кітаптар оқимын. Жұмыстан шыққан кезде осы жерде көріп, кітаптарды оқып кетсе болады.
сатып алмайық. Бұл жерде «Ты можешь все» деген кітапты оқым келді. И Марғұлан Сейсенбай, қазақстандық миллиардер, кітап жазыпты. Оны да бір бұйырған уақытта көрерміз. Дәл қазір көрмейміз. Ары қарай кеттік. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Алматының әдемі жерлерін көресіз. Ары қарай кете берсек, бұл меломанның бір жақсы жері. Өте ыңғайлы, адам всегда аз, қалаған кітабыңызды оқи аласыз. Бұл жерде әлемдік, мысалы үшін Германиядан, Франциядан, шетелден әкелген тәттілер, шоколадтар тұрады. Бағаларда аса қымбат емес. Мысалы үшін необычный подарка десеңіз, осы жерден меломанның ішінен алсаңыз болады. Мына бағасы 2200 теңге тұрады. Келесі швейцарский мықты брендтегі шоколад бар. Ол көбінесе блогерлерден көріп қаласын. Таблерон деген. Сол бағасы 1800 теңге екен. Аламыз ба деп ойладық, сосын келесі жылға қалдырдық. Ары қарай кеттік. Сосын дорама көретіндерге күшті жаңалық. Осы меломанның ішінде дорамадағы сусындардың барлығы бар. Көбінесе корейский, европейский сусындар. Необычный сусын ішіңіз келсе, обычный фьюсти басқадан гөрі осында ішіп көрсеңіз болады. Меломанның ішінде не только кітап, канцелярия, неше түрлі дневниктер бәрі бар. Ойыншықтар, мекке игрушкалар, үлкен метровый куклалар бар. Ұнап отыр ма? Оны да көріп қайттық. Ондай необычный куклалар бар екен. Бағасы 16 000 теңге. 16 000. Сонымен меломанға обзорымыз бітті. Келесіде біз люксовый брендтардың бутигіне кіретін боламыз. Сонымен каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Есентай молдың ішін көруді жалғастырамыз. Қызық болса, келесі видеоны қараңыз.